Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында осындай бір ғана жаңағыдай помидордың көмегімен, яғни қызанақтың көмегімен томат дайындау рецептімен бөлісемін. Өте оңай, жылдам, бар жоғы тек қана бір ғана затпен жасалатын томаттың рецепті. Қыстың күні өздеріңізде ыстық тағамдарға, тіпті пицца дайындауға да пайдалануға болады. Кәдімгі қолдан жасалған, ешқандай краситель ештеңе жоқ, бойында таза томаттар. Алдымен бізге керегі осындай қызанақтар, яғни қызанақтарыңыз осындай қып-қызыл болғаны дұрыс, өйткені қып-қызыл болса қызанақтар, томаттарыңыз да прям түсі қып-қызыл күшті болып шығады да, енді тамаққа қосқан кезде өте әдемі, түсі де қып-қызыл болып шығады. Сол үшін қызанақтың неғұрлым өте қып-қызыл болған түрін алған дұрыс деп ойлаймын. Мінекей, мен осы әрі көлемі маңызды емес, қызанақтың әртүрлі көлемде бола береді, бірақ қып-қызыл болғаны дұрыс деп ойлаймын. Міне осы қызанақтарымызды ет тартқыштың көмегімен бұның бәрін сақтап ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Егер ет тартқыш болмаған жағдайда блендердің көмегімен, тіпті миксермен де езіп алуға болады шығар деп ойлаймын. Мен бірақ осы ет тартқыштан, яғни мясорубкіден өткізіп алдым. Бұл өте майда, ұсақ болып шығуына жақсы да, пайдаланған кезде өздеріңізге де ыңғайлы болады. Жаңағыдай өте ұсақ болғаны. Мінекей, мен бәрін осылай өткізіп алдым ет тартқыштан. Осындай қою, жақсы бір масса болып шығады. Бұны сіздер әркім өз қалауына қарай сіздер ситодан, яғни үккіштен өткізіп алсаңыздар болады, илеуіштен, яғни сол кезде дәндері бәрі кетіп тап-таза болып шығады. Ондай жағдай болмаған жағдайда мен ештеңеден өткізген жоқпын, тура осы күйінше осындай силикон ыдыстарыма, яғни кекстің ыдыстарына құйып шықтым барлығын. Бұл ыдыстар өте ыңғайлы пайдалануға. Қатырып қойған кезде бір түйірлеп алып, осыны пайдалана берсеңіздер болады. Яғни барлық нәрсеге болады. Пицца дайындасаңыздар да осыны үлкен көлемдегіні жаңағыдай қайтадан ертіп отырмай, осындай шағын болғандықтан пайдалануға өте ыңғайлы болады. Мінекей, осының барлығын осылай құйып алып шықтым да, енді бұны мұздатқышқа салып, морозильникке салып қатырып аламыз. Морозильникке салып қатырып алғанда осындай болып шықты. Бұны енді қандай тағам болса да осындай бір түйірін аласыздар да, тек тамаққа салып пайдалана бересіздер. Өте ыңғайлы пайдалануға. Тамақтың барлық түріне де қолдансаңыздар болады, ыстық тағамдар, салқын тағамдарға да. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.